Міне қайтып келдік, соңғы ілмекті тоқымадық, бұрылдық. Мына жерде 4 деп істеп ұстадым. 1, 2, 3, 4, 5. 5 рет 6-дан қалдырдық. 2 рет 4 ілмектен. Жана 4 ілмек қалдырдым. Енді тағы 1 рет қалды. Мына жердеші, мына 5 ілмекті қысқарттық. Енді 5 ілмек қысқартамыз қазір. Тағы да солай. Тағы айта кетейін, мына 18-ді жапқанда мына жерді санап алыңыз. 60 болу керек. Мүмкін мұнда шатасып кеткен шығарсыз. Дұрыстап тексеріп алыңыз. Мұнда 60 болу керек. Анаяқта да 60 болу керек. 60 ілмек. Соны айта кетейін. Тексеріп алыңыз. Міне мына екінші ілмекті біріншіден былай өткіземіз. Тоқымай. Енді қысқартамыз. Мынан қайтарамыз. 1 болды ол. Мынау 2. 3. Бос жабамыз. 4. 5. Болды, ары қарай тоқи береміз. Соңғы 4 ілмек қалдырамыз. Мына жерден бастап 4 ілмек қалдырамыз та бұрыламыз. Мінекей. 2, 4. Міне бұрыламыз. Кішкене болғасын көрсетіп жіберейін. Мына соңғыны іліп аламыз. Артқа қарай итереміз. 2 ілмек болып кетеді. Бері қарай тоқимыз. Соңғы ілмекті тоқымаймыз. Міне қалдырдық. Бұлай шешіп аламыз. Бұрыламыз. Болды. Енді 4 ілмек қысқартуға қалғаны. Қысқартамыз да бүкіл ілмектерді тоқып шығамыз. Міне, біріншіні бұлай өткіземіз. 1, 2, 3, 4. Болды. Енді соңғы қатарының соңғы бәрі ілмекті тоқып шығамыз. Оны сосын санап аламыз. Ол 46 болу керек. Енді мына 2 ілмек істедік қой біреуден. Көрінеді олар. Оларды былай алып, 2-уін аламыз. Былай. Бет ілмекпен тоқимыз. Лицевая дейміз. Бұлай, мына жіпті тартып қойыңыз кішкене, мына жерде тесіктер болмау үшін. Бұлай, міне, тағы да біреуі. 2 ілмекті бірге аламыз. Олар көрінеді. Сіздер оларды шатастырып жүрсеңіз, мынандай маркер ілуге болады. Бұрылған кезде. Ілмекпін көрсету керек еді, іліп. Міне бұлай. Оның бәрін тоқып шығамыз. Міне, олар көрінбейді. Бұрылған жерлеріміз дым көрінбейді. Мінекей осындай болып шықты. Мынандай көрдіңіз қой, иығымыз былай әдемілеп түсіп тұрады. Горловинымыз осылай болып шығып келатыр. Енді мына аяғымызды былай қазір қысқартамыз. Көрсетем қалай. Мына жерде енді мынаны қосымша бізге лақтыруға болады, немесе қосымша жіпке, немесе жағып ұстауға да болады ілмектерді, сосын тігіп, немесе осылай ашық қалдырып жіппен, инемен, ілмекпен ілмек қосып тігуге болады, немесе ілмекпен, крючок дейміз орысшалай айтқанда, тігіп ұстауға болады, жапқан сон. Өздеріңіз білесіз, мен мынаны қосымша бізге қалдырам, сосын алдыңғы жақты тоқып болғасын 2-уін қосам. 3 біз қолданып. Осындай бір метод бар. Содан сонда мынаны көрсетеміз қазір. Тағы не айтайын дегенмін. Мына бір қатар тоқуға болады тағы да, кімге керек. Сосын жабуға болады. Немесе осылай қалдыруға болады. Енді мына жаққа келгенде, мынау теріс жағы. Мынаны мен басқа қосымша
бізге лақтырдым мына ілмектерді. Мына жіпті кеспедім әлі. Оны ұзынырақ кесеміз, сосын үлгереміз кесуге. Ол бізге пайдалы болады. Қысқартып кесіп тастамаңыз. Сосын мына маркерлерді шешпейміз. Бізге олар пайдалы болады. Біз мына жерден ілмек жинаймыз қой, жен тоқығанда. Сол уақытта керек болып қалады. Шешпеңіз соны. Маркерлеріңіз болмаса, құттай жіптерді байлауға болады әртүрлі түсті. Ақ немесе басқа түспен шатасып кетпесін дегенім. Сол, мына жіпті, басқа жіпті аламыз, басқа мотоктан. Енді көрсететінім, мына жерде тесік болады көбінесе. Ол болмау үшін біз мына бірінші ілмекті тауып аламыз. Мынандай ілмектер жүреді ғой, біз жапқан. Соның ең біріншісін тауып аламыз да, екі жағын міне. Ар жағынан, бұлай, теріс жағынан крючок пайдалануға болады, ыңғайлы болады. Бірақ мен қазір алмаппын бірге. Міне, мына жіпті бұлай шығарып аламыз, суырып. Міне. Осылай бірге қосамыз. Міне. Енді алғашқы ілмекті осы екі жіппен тоқып тастаймыз. Болды. Енді мына құттай шошайып тұрған жібімізді алып тастаймыз тері қарай. Ары қарай жалғастыра береміз. Міне. Осы жерді көрсету үшін жаңа қосылдым. Басқа жақты, мына жақты енді солай айналы болып тоқисыз. Мына жаққа сәйкес қылтып, не былай, мына жерге енді 5-ші рет 6 ілмек жеткізбейсіз, сосын 4 ілмек мына жақта. Тап солай, дәл солай тоқисыз. Мына жерге келгенде соңғысын тоқмайсыз. Дәл солай. Тек мына екі ілмекті жинағанда, жаңа жинадық қой біздер бұрылған ілмектерді екі бірге қосып, былай. Оны теріс петлямен тоқып жібересіз. Жаңа лицевая петлямен тоқыдық қой, енді изнаночный, былай. Былайша екі петляны мен қосылмай ақ қойайын. Міне, қалай айта кетейін. Екеуін бірге алып тоқисыз. Біз екі ілмек істедік қой біреуден, жіпті тартып бұрылғанда. Соны екеуін алып, дұрыстап қараңыз, екі жіпті алуға тырысасыз. Бұлай изнаночный қылтып тоқып тастайсыз. Болды. Осымен спинкамыз бітеді, артқы жағымыз негізі бітеді. Сосын келесі видеода алдыңғы жақты бастаймыз. Осылай ұмытпаңыз, 5-4 ілмекті мойынға жабуға. Мына жерде қазір 6 ілмек қалдырамыз, 4 ілмек қалдырамыз, 4 ілмек қалдырамыз. Оны ұмытпайық. Сол осы қосылғаным осы үшін әзірге қоштасамын. Сау саламат болыңыз.